Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Талдықорған қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Құдабаева Анаргүл Кәкімханқызымын. Мен сіздердің назарларыңызға екінші сыныпта ана тілі және қазақ тілі пәндерінің кіріктірілген пәнінен Сәбит Мұқановтың «Жылқы» шығармасы және етістік тақырыбындағы сабағымды ұсынып отырмын. Сабағымның мақсаты оқушыларға жылқы туралы толық мағлұмат беріп, білімдерін кеңейту. Жылқының 7 қазынаның біріне бағаланатынын түсіндіру. Жылқының ерекше қасиеттерімен таныстыру. Оқушыларға мәтінді нақышына келтіріп оқыту. Түсінген әңгімелеп, топтық жұмыстарда белсене қатысуға үйрету. Өз ойын толық, еркін жеткізе білуге дағдыландыру. Және жылқы жануарымен қазақ халқының тарихының ұқсастығын көрсету. Және жылқыны өсіруге тәрбиелеу, ұлттық тәрбие беру. Енді сабақта күтілетін нәтиже жылқы туралы жан-жақты мағлұмат алады. Жылқының қасиеттерімен танысады. Мақал мәтелдер жаттайды. Ырым тиымдармен танысады. Жылқыға байланысты ұлттық ойындармен танысады. Сабағымды психологиялық көңіл-күйді реттеуден бастадым. Ол үшін оқушылардан сенің ұлтың кім? Өзіңнің қазақ екеніңді қалай дәлелдейсің деген сұрақтар қойып, сұрақтарға жауап алдым. Балалар, сендерден біреу ұлтың кім деп сұраса, қалай жауап берер едіңдер? Өздеріңнің қазақ екендеріңді қалай дәлелдейсіңдер? Деген сұрағыма балалар, біз қазақпыз деп жауап берді. Сендер қазақсыңдар. Өздеріңнің қазақ екендеріңді дәлелдейтін бұл белгілер бір сөзбен айтқанда бабалар мұрасы, яғни ұлттық құндылықтарымыз деп аталады. Ата-бабамыздың асыл мұрасы ол туған тіліміз. Тіл, білім мен тәрбиенің алтын қазығы. Туған тілін шала жансар білетін баланың білімінің де сол дәрежеде болатыны даусыз. Туған тілін жетік меңгермеген бала елінің патриоты да бола алмайды. Ендеше қазақ тілімізде еліміздің, егемен еліміздің ұлы Абай, Мұхтар, Мұқағали тілінің тағдыры жатыр. Сондықтан да балалар, мен сендерге қазақ халқының ұлы ақындары Абай, Мұқағали шығармаларын оқуға, жаттауға жиі беріп отырамын. Енді үй тапсырмасын сұрау. Үйге қандай тапсырма берілді? Үйге Машқар Гумеровтың бақшада әңгімесін оқып, мазмұнын әңгімелеу. Осы үй тапсырмасы бойынша топтық жұмыс берілді. Топтық жұмыс оқушылар топта өзара бір-бірімен әрекеттесе отырып, нәтижеге немесе мақсатқа жетуге бағытталған жұмыс жүргізеді. Топтық жұмыс бәсекелестік бағыттағы мақсатта емес, ынтымақтастық бағыттағы мақсатта жүргізіледі. Бірінші топқа бақшада мәтіннің мазмұнын айтып беру сұралды. Екінші топтан мәтіндегі негізгі оқиғаның суретін салады. Үшінші топ мәтіндегі Кәрімнің портретін көрсететін тіркестерді жазып береді. Жаңа сабаққа дайындық ретінде сұрақтарға жауап алынды. Яғни ауылдағы шаруа қожалықтары қандай шаруашылықтармен айналысады деген сұрақ қойылды. Бұл сұраққа балалар бау-бақша шаруашылығымен, егін шаруашылығымен, мал шаруашылығымен айналысады дегендей жауап берді. Бүгінгі сабағымыз осы мал шаруашылығының бірі жылқы шаруашылығы туралы. Енді ең бірінші мен мәтіннің авторы Сәбит Мұқанов туралы тоқталып кеттім. Сәбит Мұқанов 1900 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаман-Шұбар өңірінде туған аса көрнекті жазушы, қоғам қайраткері.
Сәбит Мұқановтың шығармалары Көкшенің көрінісі, Өмір мектебі, Ботагөз, Ағаю, Балуан шолақ, Шығынсыз жаз. Сондай-ақ бүгін біз Сәбит Мұқановтың Жылқы атты шығармасымен танысамыз. Жылқы малдың патшасы. Қазақтың көшпелі тұрмысында жылқының орны ерекше. Атамыз қазақ ер қанаты ат деген. Төрт түліктің ішінде жылқыны халқымыз ерекше бағалаған. Бүгінгідей машина жоқ кезде айшылық алыс жерлерге ат мінген. Тұтқиылдан жау шапса, бір-бір атқа мініп, дұшпанға тойтарыс берген. Оның қымызы өте құнды, шипалы сусын. Жылқының қылынан арқан, жіп ескенде өте мықты болған. Еті өте жоғары, құнарлы. Қазысының тағамдық та, емдік те қасиеттері бар екендігін айтып өттім. Енді осы қазы қарта жалжая, сүрет шұжық балдая қақтыратын таңдайды, бал қымызы қандайды деп айтқандай Сәбит Мұқановтың Жылқы мәтінінің аудио жазбасын тыңдайық. Міне, мен бақташы баламын. Жасым 12-де. Қосымыз дос пен шошқалы аталатын екі көлдің арасындағы қалың бетегелі жазықта. Айналамыз аппақ қар жамылған кең дала. Борасыны көп болатын бұл даланың қары толқындаған судың бетіндей болып иректеле біткен. Айналамыздағы осы ирек қарды жылқы теуіп, астындағы шөпті алып жегендіктен төңірегіміз ор боп жатыр. Тебіндегі жылқыны менің бірінші көруім. Жылқы деген жануар мал атаулының ішіндегі қайраттысы екен. Жылқыларда аналық мейірім де керемет. Соңынан құлыны тайы ерген биелер қар тепкенде әуелі өзі оттамай, құлындарына шөп аршып береді. Олар біраз қаужалап алғаннан кейін ғана өзі оттауға кіріседі. Қос тебіннің орталау тұсына тігіледі. Олай тігілуі жылқышының баққан малын күндіз көздеп тұруына оңай. Қос дегенің не екенін айтайын. Көлемі арбаның доңғалағындай кішкентай шаңыраққа айнала қадаған қазықтардың сыртынан киіз қоршалады да түтін шығатын тоқымдай түндік салынады. Ас су да осы қостың ішінде болады. Жылқы етінің өзге малдың етінен күштілігі туралы да естігем. Жылқы сорпасы да, майы да, үскірік суық болса да қатпайды. Жылқының қымызы өкпе ауруының мыңда бір емі. Бұл да жылқы сүтінің күштілігінен. Жылқы етінің өзге еттен қуаттылығына тағы бір мысал. Өзге малдың денесіне жазды күні жара түссе, шыбын қонып құрттайды. Оны емдемесе, құрт ішіне түсіп өліп қалады. Ал жылқының еті құрттаса, таза етіне жеткеннен кейін өліп түсіп қалады. Тағы бір ерекшелігі, жылқының терісінің иісіне жылан жоламайды. Далаға қонған адам жылан келмесін десе, атының ер тұрманын айнала жайып тастайды. Ал жылан шаққан адамға аттың терін ішкізсе, мыңда бір ем болады екен. Ендеше жылқының сүті мен етін былай қойғанда, терісінің өзі асыл болғаны ғой. Асыл болмай қойсын ба дейді Мақан. Жылқы жануары лай суды іше ме? Сасыған суға жолай ма? Ол тұнық таза судан жүзіп жүріп ішпей ме? Шөптің асылын теріп жемей ме ол? Асылымен тамақтандырған соң, оған қуат бітпей қойсын ба? Жануар жылқының несін айтасың? Деп көтеріле сөйледі өмірін жылқы арасында өткізген Мақан. Бұрынғылар айтпай ма? Жылқының ішсе сүті, жесе еті, мінсе үсті жел деп. Ер қанаты ат деген мақалды неге айтты дейсің аталарымыз? Енді
мәтін оқылып, мәтінмен сөздік жұмыс жүргізілді. Қос, уақытша баспана. Тебін, жылқы тұяқпен қарды ашып жайылатын жер. Борасын, қар аралас соққан жел. Осыдан кейін топтық жұмыс ұйымдастырылды. Топқа берілген тапсырма: бірінші топқа жылқы жасына қарай қалай аталатынын тауып жазу. Екінші топқа жылқыны түсіне қарай қалай атайды. Үшінші топқа жүйрік аттарды қалай атайды және оның жүйрік екенін қалай біледі. Енді сіздердің назарларыңызға осы топтық жұмыстың бейне жазбасын ұсынамын. Bir жас құлын, екінші жас тай, үшінші жас бөлек, төртінші жас нан, бесінші жас ат. Жылқы түсіне қарай бөлінеді. Мынау көк ат. Мынау торы. Күрең. Бұл боз. Ал мынау жирен. Жүйрік жылқылар. Тұлпар, арғымақ, сәйгүлек, саңлақ. Және жылқының жүйрік екенін білу үшін олардың екі қабырғалары бір-біріне тең болуы қажет. Оқушылардың жауаптары тақтадағы тапсырмамен тексерілді. Бір жас құлын, 2 жас тай, 3 жас құнан, 4 жас дөнен, 5 жас ат екен. Келесіде жылқы түсіне қарай олар жирен, боз, көк, күрең, торы, шұбар деп бөлінеді екен. Келесі жүйрік аттарды саңлақ, сәйгүлік, арғымақ, тұлпар деп атайды екен. Енді келесі тапсырмада топтарға ат әбзелдерінің атын тауып жазу тапсырылды.
Қазақ халқы кез келген сайыста озып келер жүйрікті 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар дейді. Жүйрік болсаң шауып көр дегендей, мақал мәтелдерден табу жұптық жұмысы ұйымдастырылды. Жұптық жұмыс идеяларды құрастырып, белсенді тыңдап, ойын талқылауға мүмкіндік береді. Жұптық жұмыстарды қолдану оқушыларға сөйлеуге және үлкен топтарда өзін сенімсіз, яғни ыңғайсыз сезінетін оқушыларға көмектесуге мүмкіндік беретін қолайлы тәсіл. Енді сіздердің назарларыңызға осы жұптық жұмыстан бейне жазбасын ұсынамын. Біз мынандай мақал таптық. Жақсы ат қамшы салдырмас. Мына жерден шыққан мақал жылқының жан құйрығы әрі жібек, әрі қыл. Бізде осындай мақал шықты. Жылқы малдың патшасы. Тағы бізде осындай мақал шықты. Ер қанаты ат. Біз мына сөздерден жылқы тайдан өсер деген мақал таптық. Біз мынадай мақал таптық. Ат тұяғын тай басар. Біз мынадай мақал таптық. Жылқының сүті шекер, еті бал. Біздің ойымызша осындай мақал шығады. Атының құлағын иесіне мәлім. Бұдан ары қарай сергіту сәті жүргізілді. Сергіту сәті домбыра үйірмесіне қатысатын оқушылардың Қара жорға әні орындауы арқылы жүргізілді. Енді назарларыңызға осы сергіту сәтінің бейне жазбасын ұсынамын. Ойлы болсаң айтып көр. Қазақ халқының ұлттық құндылықтарын жарнамалау. Енді назарларыңызға осы топтардың ұлттық құндылықтарды жарнамалауынан бейне жазбасы. Қазақ халқының ұлттық музыкалық аспабы домбыра. Домбыра қазақ халқының өте ерте тараған, кең таралған ұлттық музыкалық аспабы. Домбыраны шертіп ән салуға, күй шертуге болады. Домбыра киелі саналады. Домбыраны жерге қоюға, аяқ астына тастауға болмайды. Сондықтан да домбыра әр үйдің төрінде ілулі тұрады. Қазақ халқының ең ежелгі үйі киіз үй. Ол құруға, жинауға өте ыңғайлы.
Күзде жылы, жазда салқын баспана, киіз үйдің ең негізгі іргесі шаңырағы. Шаңырақ киіз үйдің ең жоғарғы бөлігі. Шаңырақ қасиетті, оның пішіні күмбез тәріздес, күннің символы. Тірліктің төресі. Түйе шөлде де, аштықта да шыдамды жануар. Халқымыз ауыр жүк артып, алыс сапарға шыққан. Түйенің сүтін шұбат дейді. Шұбат емдік қасиеті бар сусын. Түйенің жүніден өте пайдалы деп бағаланған. Ары қарай топтарға төмендегідей тапсырмалар берілді. Бірінші топқа 4 тілекке байланысты ырым тыйымдар. Келесі топқа жылқы малының қандай қасиеттері бар. Үшінші топқа жылқы жануарымен өткізетін ұлттық ойындар. Осыларды атап беру. Енді топтық жұмыстардың бейне жазбасын назарларыңызға ұсынамын. Балалар, тақтаға қараймыз. Тақтада жылқы малының қасиетіне байланысты суреттер берген. Осы суреттерге байланысты жылқы малының қасиетін ашып айтып береміз. Ал біріншісінде жыларға байланысты. Қандай қасиет бар? Қасына келіп айтып қой. Адамды жылан шаққан кезде аттың терін ішкізсе ем болады. Осылай бар ма еді балалар? Иә. Келесі құртқа байланысты. Жазда күні жылқының денесіне жара түссе, шыбын қонып құрттайды. Шыбын аттың таза етіне жетіп, өліп түсіп қалады. Басқа малдарға түссе не істеуші еді? Мен демесе олар өліп қалады. Келесі суретке байланысты қандай қасиетіне ашып айта аласыңдар? Жылқы жануары шөптің асылын жемей ме? Ол суға жолай ма? Асылмен тамақтандырылған соң оған күш бітпей қойсын ба? Қатыласы келе ғой. Қымыз туралы айтып өтірек келесі. Өкпе ауыры қымыз, ол өкпе ауырына мұнда бір ем болады. Қымыз әрі айталамыз ба? Қымыз туралы тағы. Әрі сусын, әрі тағам, әрі ем екен дұрыс. Келесі. Жылқының сорпасы, майы да үскірік суық болса да қатпайды. Жылқы жануары лай суды ішпейді. Келесі тапсырмада жылқы жануармен өткізетін ұлттық ойындардан суреттер берілді. Және осы суреттерге байланысты өлең жолдарынан үзінділер берілді. Топтар осы үзінділердің тақырыпқа сай таңдап алу, тақырыбын табу яғни, және осы өлеңді ары қарай жалғастыру тапсырмалары берілді. Енді бұл тапсырманың да орындалған бейне жазбасын сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Мал қораның сыртында болмаса, ішінде ысқырмайды. Түнде мал санамайды және ешкімге бермейді. Жылқы жана төлдегенде ешкімге қарызға ештеңені беруге болмайды. Малдың алдында бос ыдыспен жүруге болмайды, сүт аз болады. Малға дауыс көтеріп ұрсуға болмайды. Малды тебуге болмайды. Атты ауыздықпен ұруға болмайды. Сүтті үретішпейді, майы азаяды. Тағы Сауылған сүттің бетін ашып қоюға болмайды. балалар
Ол үшін тақтада ат спортына байланысты суреттер берілген. Осы суреттерге байланысты сіздердің топтарыңызға мен өлең шумақтарын таратамын. Енді осы өлең шумақтарын ары қарай сіздер ақылдасып топта бірге отырып жалғастырамыз. Түсінікті ғой? Мынау қандай спорт ойыны орнына берілді? Текке кетпей еңбегі, мұнда керек жембегі, ат үстінде еңкейіп, аласың алтын теңгені. Жақсы болды? Яғни бұл ойынның аты Теңге алу. теңге алу. Келесі топ. Мына тағы суды, бұл бір ойын шулы, атқа мінген жігіт ару қызды қуды. Бұл ойынның аты Қыз қуу. қыз қуу. Ат үстінде көкпар, қолға алмайды шоқпар, ешкі терісін өңгеріп, тартады олар көкпар. Сабақтың бекіту кезеңінде қалыптастырушы бағалау жұмысы жүргізілді. Мұнда оқушылардың білу және түсіну, анализ жасау дағдылары тексерілді. Тексерілетін элементтер мына кестедегідей болды. Бірінші, жылан шаққан адамға аттың терін ішкізсе ем болатын дұрыс жаздым. Келесі, жылқы еті құрттаса, құрт таза етіне жеткеннен кейін өліп түсіп қалатын дұрыс тауып жаздым. Келесі, жылқы шөптің асылын теріп жейтінін дұрыс анықтадым. Келесі, жылқы қымызы өкпе ауруы дертіне шипа болатынын білемін. Келесі, жылқының сорпасы да, майы да, үскірік суықта қатпайтынын білемін. Келесі, жылқы жануары лай суды ішпейтінін білемін. Жалпы осы дағдыларды тексере отырып, 6 байлық ұпаймен оларға балл берілді. Енді сабақ соңында үйге тапсырма берілді. Үйге берілген тапсырма жылқы мәтінін оқып, мазмұндап келу және оқулықтағы екінші тапсырманы орындап, дәптерге жазу. Қорытындыдағы айтқанымыз, атамыз қазақ халқы жылқыны 7 қазынаның біріне балап, өте жоғары бағалап, қастерлеген. Ер қанаты ат деп те тегін айтпаған. Ендеше біз де жылқыны қастерлеуіміз керек. Сабақ соңында рефлексия жүргізілді. Онда оқушылар өз жұмысына ризамын. Келесіде жақсырақ жұмыс жасауға болушы еді. Келесіде бүгінгі жұмысым ойымдағыдай болмады десе, мынандай белгілермен көрсетті. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған менің жұмысым осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.